Тоқтаров Рамазан Айыпұлы өмір сүрген уақыты 1935-2000 жылдары. Павлодар қаласында дүниеге келген. Алматыдағы шет тілдер институтының француз тілін факультетін бітірген. Жазушы. 1964 жылы аға редактор мемлекеттік қоғам қайраткері болып жұмыс жасады. Оның көптеген шығармалары мен романдары бар. Соның ішінде ең алғашқы 1962 жылы Ертіс перзенті атты шығармасы жарық көрді. Бақыт шығармасы, Ертіс мұхитқа құяды роман шығармасы, Ғасыр наны, Тұлпардың сыны атты көптеген шығармалары бар. Орыс тіліне аударылғаны Ертіс мұхитқа құяды романы. Бірінші томы 1967 жыл, екінші томы 1968 жылы жарық көрді. Мұхтар Әуезовтің Абай жолы роман эпопеясын жазды. Ал 1999 жылы Абай туралы роман Хамса Рамазан Тоқтаров Айдар ұсынып отыр. Роман Хамса не екенін айта кетсем, роман Хамса әрқайсысы өз өрісімен дамып отыратын бас аяғы дербес хикая. Оны яғни осы 5 бөлмен 5 кітаптан тұрады, кейіпкерлерге бөлініп отырады. Біріншісі Толғақ, Кенесары, Құнанбай, Қодар. Екіншісі Жұлдыз, Құрбандық, Шоқан, Достоевский, Құдайберді. Үшінші кітабы Қызғаныш, Халиолла, Михаил Шәкәрім. Төртінші кітабы Хақиқат мекені. Сақ-құлақ шешен, Мұса Мырза Долгопалов. Бесінші кітабы Нұрсипат Машқұрсып, Алихан Бөкейханов, Мағауия. Роман Хамсада бірінші кітап Толғақ, Кенесары, Құнанбай, Қодар. Өз өрбісімен дамып отырады. Мағжан Жұмабаевтың бірінші кітапта қу өмір қызығы жоқ, қажытқан соң толғанып, қарауым сол баяғы деген дәйек сөзбен тектен-текке айтылған емес. Қазақтың соңғы ханы Кенесары хан өмірден озғаннан кейін дүниеге Абай келеді. Әкесі Құнанбай Абайды Ибрахим деп есімін қойғысы келгенмен, әжесі Зере абайлап жүрсін деген мақсатпен есімін Абай деп аталып кеткен екен. 61-ші беттегі үзіндіні оқитын болсам, шілде ханы 3 күн 3 түнге созылды. Бір шеті Аякөзден, енді бір шеті Семейден ағылып төгіліп құттықтап айтып келіп жатқандарға бір тоқта болмады. 3-ші күн дегенде Семейден қосатпен алдыртқан молда Ишан ернін жыбырлатып, ішінен дұға қайырып алып, тізесінің үстіне қойып кітап ашуға кірісті. Осы мезетте молда сенің атын бүгіннен бастап Ибрахим, Ибрахим деп 3 рет айқай салып, құлағына айқай салады екен.